қыздарды және ақшаны армандап Лос-Анджелес қаласына келеді екен. Фильмнің басты кейіпкері Ники Харпер сондай жігіттердің бірі. Сыртқы сымбатты келбетінің көмегімен ол бай қыздарды тез қолға түсіреді. Достар, киноны бастамас бұрын каналдың үлес қосып, каналға тіркеліп, лайк баса кетейік. Соңғы айырылусан кейін ол клубқа жаңа қыздарды іздеуге келеді. Көп ұзамай ол өзіне қолайлы вариантты байқап қалып, қасына барып сөйлеседі. Қысқа мерзімнің ішінде әйелді өзіне баурап алады да, қыздың көлігін отырып, зәулім үйіне бара жатыр. Түні бойы жақсы жұмыс істеген жігіт Саманта есімді қыздың үйінде қалуға үміттенеді. Түнгі қызықтан қанағаттанған әйел таңғы асқа тапсырыс беруіне өзінің несие картасын қалдырады да, жұмысқа асыға кетіп қалады. Осылай құмар жігіттің айласы іске асып, қалаған нәтижесіне қол жеткізеді. Ең алдымен өзіне тамаққа тапсырыс беріп алады. Солай күні бойы әдемі өмірден ләззат алады. Жігіттің өзінің қыздарды өзіне қаратуға құрастырылған айла тәсілі бар. Біріншіден тез сенімге ие болу, содан кейін ең қызықтысы басталады. Ғашық әйел Никиге қымбат киістер беріп, қымбат ресторандағы апарады. Солай төсекте кез келген арманын орындайтын еркекті өзіне алады. Саманта бір күні ұзақ сапарға жолға шығып, үйдің кілтін жігітке тапсырады. Жігіт кешке вечер ұйымдастырып, барлық достарын үйіне шақырады. Қызық болғаны, осы үйде жігіттің бұрынғы қызы да келе қалады. Досы сол қызды өзіне ал деп, өзі тартымды сары қызбен көңіл көтереді. Келесі күні Ники бассейнде түсіп, үй жинаушы жалдап рахаттанып жатады. Сол сәтте Саманта жігітке хабарласып қал жағдайын сұрайды. Солай көңілін аулайтын жылы сөздер айтып тел сөндіреді. Біраз уақыттан соң, ол өзінің бұрынғы қызын үйіне шақырып алады. Жігіт өтірік сылтаулар тауып, қыздың сезімдерін тағы да жаралайды. Қызды алады. Бұрынғыдай тыныш өмірді екеуі жалғастырады. Бірақ Ники өзін қолға ұстауы керек. Бір күні кафеде Ники тартымды даяршы қызды көріп қалып, оны сөзге тартады. Бірақ қыз оны ұнатпай қояды. Жауап ретінде Ники телефон номерін жазып, ақшасын төлемей кафеден шығып кетеді. Қыз жігіттің үйіне келіп, үйге көңіл аудармай ақшасын алыр, бірден кетіп қалды. Ұзақ уақыттан бері жігітке алғашқы қыз бас тартады. Ол көңілі толмай тағы жаңа жоспар ұрады. Келесі күні досымен кафеге келіп, даяршыға өзін үлкен бастық ретінде көрсеткісі келеді. Қыз оны өтірік екен біліп, жағдайға тек өтірік күліп қояды. Жігіттің табандылығына көніп, аяғында телефон номерін береді. Енді ол Самантаға көңіл бөлмей, жаңа танысқан қызға ой бөле бастайды. Алайда даяршы қыз Хизер оның сезіміне жауап беруге асықпайды. Кешке жігітке Хизер қоңырау шалып, онымен кездесуге шақырады. Кездесу кезінде қыздың телефоны соғып, кездесу басталмай жатып, қыз кетіп қалады. Таңертең Саманта жігітті оятып алып, ауруханаға апаруын сұрайды. Сол арадағы бос сәтті пайдаланып, жігіт даяршыға келеді. Бірақ ол жұмысында жоқ, және жұмыстан шығып кеткенін біледі. Кешке үйінде отырған кезде аяқ асты бассейнде Хизер жүзіп жүреді. Және өткене ауру ағасына асығып кетіп қалдым деп жауап береді. Жігіт оны жұбатып, көңілін аулап екеуі біраз уақыттан мақшы болады. Бірақ ішінен ер адамдардың сигараларын тауып алады. Үйге келіп қызды басқа жолмен ақша табады деп ойлап, жағымсыз сөздер айтып қуып жібереді. Жігіт Самантаны көру үшін ауруханаға келеді. Дәрігерден ол жасару үшін бір жеріне операция жасатқанын біледі. Бұл жаңалық жігітті әбден ашуландырады. Кешке ол жаңа отырысқа келіп, бейтаныс қызбен танысып, сонымен көңілді кеш өткізеді. Кешке үйге келгенде жігіт Самантаның алдын ақталудағы ой бөлмейді. Екеуі ұрысы. Әйел шыдамай ойындағының бәрін айтады. Сонда да сатқындыққа қарамастан, әйел сүйіктісімен қоштасқысы келмейді. Бірақ Микки үнсіз сумкасын алып кетуге жиналады. Осы кезде кейіпкеріміздің телефонына біреу қоңырау шалады. Сол сәтте Саманта қатты ашуланып, телефонды жұлып алып, бассейнге лақтырып жібереді. Жігіт кетіп қалып, ең бірінші досына келеді. Бірақ Гарри досы үйінде болмайды. Жігіт солай жүре келе бұрынғы қызының үйіне келеді. Бірақ соңғы кездесуден кейін жігіттен көңілі қалған. Кезекті сәт ол жақта да кіре алмай қайтады. Солай ломбардқа барып, барлық қымбат заттарын сатып, арзан гостиница алады. Келесі күні жігіт өзін ретке келтіріп, тағы аңға шығады. Қымбат гостиницада бассейн маңында орта жастағы әйелді байқап арбаушылықты бастайды. Жақын жерде Хизер отырып, оның барлық іс-әрекетін байқайды. Екеуі оңашада қалған кезде, қыздан кешірім сұрап барлық қиыншылығын айтады. Хизер оған жанашырлық танытып, үйіндегі диванға орналастырады. Екеуі бір кешке барып, бай адамды қолға айландыра бастайды. Басында екеуі бір-біріне деген сезімдерін жасырып жүреді.
Бірақ неке бірінші қадамды бастап екеуі дақсы қарым-қатынаста болып, сезімдеріне адал бола бастайды. Артық іс-әрекеттерді қояды. Бірақ бұл іс-әрекет қыздың бұрынғы жігітінен хат келгенге ден жалғасады. Неке қызбен ұрысып, үйінен шығып кетіп қалады. Ашуын басып, кафеде отырған кезде қасында бейтаныс сүйкімді қызды байқайды. Жігіт оғанда көңіл бөлмей қайта үйге барады. Үйінде бір хатты оқып, хатта қыз Нью-Йоркқа көшетіні және жігіт осы үйде тұра бере алатыны жазылған екен. Хизер осы сәттен қоңырауға жауап беруден бас тартады. Ал неке барлық қателіктерді қалай түзетуге болатынын ойлайды. Ойлана келе көршісіне барып, ақыл сұрайды. Хатында қайдан келгені көрсетілген адресті біліп, көршісі кеш болмай тұрғанда іс-әрекет жасауын сұрайды. Және оған өзінің бір сақинасын қызға сыйлауын сұрайды. Кейін екеуі Гарри досына келеді. Ол ұшақ билетін сатып алуға көмектеседі. Нью-Йоркке келе салып, ол көрсетілген адрес келеді. Ол үлкен зәулім үй екен. Ол үйде Хизер жалғыз екен. Неке есіктен кіре сала, қыздан кешірім сұрап, бірге артқа қайтуын сұрайды. Осы көріністен некедің нағыз жүзін көрміз. Оның жан дүниесінде қатты романтик екені белгілі болады. Жігіт қызға тұрмысқа шығуға ұсыныс жасап, неке сақинасын береді. Хизер осы өмірге мұқтаж және некелесіп қойғанын айтады. Осы сәтте қыздың күйеуі келеді. Қыз жігітті жай қызметші ретінде көрсетеді. Фильмнің соңында жігіт жеткізу қызметінде жұмыс істеп жүргенін көреміз. Жігіт Самантаның үйіне тамақ жеткізеді. Табалдырықта оның заттарын жаңа жас жігіт алып кетеді. Саманта жігітті байқап қойып, екеуі бірін-бірінің жаңа өмірлеріне бақыт тілейді. Достар, егер сен жігіт болсаң, алғаққа әйелмен қала берер ме едің?